Басын. Assalomu alaykum, hurmatli musulmon jamoati, Qozog'istonlik musulmon bog'lar. Ramazon qasiyatli Ramazon oyi qutlu bo'lsin barchangizga. Alloh taolo o'rozalaringizni, namozga tekkangizni qabul etsin. Ramazonda ayında mana avzashar berilgende mana qo'y so'yilib жатат. Ko'bine qo'y so'yilib жатат мысалы. Сол кезде сол qo'ydың baсын тазалауда көптеген біздің мұсылман бауырларымыз жіберетін көптеген қателіктер осы еліміздің әр өңірінде, кейбір өңірлерде дұрыс жасалса, кейбір өңірлерде дұрыс жасалмайды. Сондықтан осы жерде біреуге бір бауырларға әйтеуір бір мұсылманға пайдасы тиер деген ниетпен осы роликті түсіріп жатырмыз. Енді қалай басты дұрыстап тазалау керек қайткенде таза болады. Соны қысқаша көрсетіп кетеміз. Мұқият қарап отырыңыздар. Бездер. Жұтқыншақ бездері алыну керек, бастың міндетті түрде ұмытылмай. Сізде мәке айтып отырмыз. Безін көрсетіп жүр. Ең көп болатын осы негізі бездің. Жалпы малда ең көп болатын без бастан негізі жалпы. Бастың арт жағында негізі өше мүлдем көп болатын. Без деген піскеннен кейін бір несі білінбей қалады да, бұл ет болып кетеді. Шеке кезінде білінгенмен, піскен кезінде безбен етті айыру мүмкін емес. Қиын болады. Сосын ескеріңіздер бауырлар, ағайындар, мына малдың тісін түбімен бірге қопарып тастау керек. Негізі көпшілік жерде тек ұшын қақса болады деген сөздер айтылады. Ол енді ол қате пікір. Сондықтан тісті қопарып түбімен бірге алып тастаған өте жақсы болады. Тазалыққа жақсы. Сосын құлақтың түбін жырып, құлақтың ішіне саусақ тығып, барып дұрыстап тазалап жіберу керек, ішін жуып. Құлақтың осылай астаға қарай жырып, көрсетіліп тұрғандай міне. Осы нәрселер көп жасалмайды. Өсте мына көрсетілгендей түбімен қопарып түгел алып тастау керек. Бір жақ шетінен басталса, арттан аға қарата. Жақсы кетеді. Әдемі кетеді де орнымен. Осылай тап-таза болып қалады. Және кеңсірік деген нәрсе бар. Осы кеңсірікке су жіберіп тазалау керек. Ішінен неше түрлі қойдың мұрын боғы, қан жыны, неше түрлі бақтың бәрі, бүкіл микроб, ластықтың бәрі осы мұрнынан шығады. Қайта 3-4 рет шамасы келсе, қайта құйып тазалаған жақсы абзалырақ болады. Саусақ тығып жуғанда жақсы. Бәріне қазір көрінеді. Қаншалықты бас екенін, қаншалықты ағып отыр. Өзен сыртын жуғанда көбіне осыға мән бермейді. Мынаның бәріне мысалы қол сияды. Саусақ мынаның бәріне сияды. Мынаның бәріне. Ішін таза болу үшін. Мына мал көбіне арт жақта жүретін малда, малдың соңынан қалатын мал болады ғой. Солардың мұрнында құрт болады. Құртты кеше өзіміз көзбен көргенбіз. Мына тістерді қағылмаймын ба? Жоқ, жақтықын қақпайды, жақтықының арасында не болмайды. Бастықының арасында не болады? Саңылау болады. Жын соған кіріп алады. Мына не айырғандағы көрдің бе? Бездің жарты бөлігі мұнда қалып кетті. Мына айырған кезде байқамай қалды ғой. Мына жұтқыншақта ең үлкен без ғой. Ең үлкен без болса. Жоқ, қазір көрініп тұр. Бұл анық көрініп тұр. Соңыра бірақ піскеннен кейін мұны көрмейді, ешкім білмейді. Кетіп кетеді ғой. Сіңіртіп айдап алсың.
Аха. Бізге жеуге болмайтын нәрселер. Негіз намазхан болғаннан кейін жемейтін нәрселер көп қой. Бұлай адам көп мән бермейді ғой. Ауру астан деген. Ауру астан дейді. Ең бірінші осы тазалыққа өте мұқият болу керек. Намазхан болғаннан кейін қазір мына құлағының ішін жуайық. Құлағының ішін. Сол көбіне құлақтың ішінен негізі құлақты кесіп тастағанда, мына енді ауылда енді жаңағы салт дәстүріміз бар дегендей, одан шалдарымыз жаңа құлағын жаңа балдарға беріп, өздері не қылады, сондықтан да құлақты қалдырып жоқ қой. Бірақ енді құлақтың мынандай қылып тілігін тіліп тұрып, ішін мұқият жумаса, ол сыртынан жуғаннан іші тазармайды. Ішінің міне қаншалық таза болғаны енді көрінді, мысалы, дымы қалған жоқ. Егер құлақ тілінбей бүйтіп бүтін тұрса, онда бүтін тұрса, мына ішін жуылмайды. Іші қалып қояды да, сонысы. Бер жағын жуасың да, ар жағын тастайсың. Боқтықтар. Иә. Аллаға шүкір. Қандай боқтық шығып жатқаны көзге көрініп тұр енді. Аллаға да мұсылман болғаннан кейін бірімізге өйстіп айтып түсіндіріп жүрсе. Мұсылманның айнасы деген осы да. Осындай білетін нәрселерді бірімізге үйретсек, әр адамның өзінің білетіні бар. Соны білмейтіндерге үйретсек, Алла қаласа өте жақсы болады. Болды ғой сонымен. Сонымен енді ойлап қалдық. Қазір қалғанын тағы да ыдысқа салып дұрыстап. Негізгі басын алып тастадық, қазір қайтадан осылай алынады енді. Ыдысқа салып қайта жуамыз қазір. Сосын мұна тілдің, мұна көрдің бе? Тілдің мына несін кішкене қырып жібермесе, басы несі кетпейді көгеріп. Кішкене қаттырақ қырып жіберсек, тілі қаттылау, қырғыш жері. Осы арасын тұртып қалады мына жыны. Жасыл болып көрініп тұр кішкене, шамалы. Шөптің қалдықтары күйіс қайрады ғой. Күйіс қайырғанда ол ішіндегі нәрсесін қайта шығарып, шайнауды күйіс қайыру дейміз. Осы күйіс қайыруды кезіндегі ластықты қазір біз енді тазартып барымызша. Қазір бұлай бір тазартып аламыз. Жалпы Рамазан айында болсын, басқа айларда болсын, жалпы қой сойылған кезде осылай тазаланса, нұр үстіне тұрып алады жақсы. Қазір ыдысқа салып қайта бір жуып алыңдар. Сонымен Алла разы болсын баршаңызға.